Сәлем достар! Біз бүгін хит кабинетті аштық. Егер сіздерге қызық болатын болса, соңына дейін көріңіздер. Лайк басыңдар, комментарий істеңдер бізге. Сосын бізге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мынау бізде хит копилка. Көріп тұрсыздар, Света деген радужный. Мынау бос тұрғандар менің пособиямның несі. Ақшасы сонымен полный ровно 500 мың болып тұр. Бұл 500 мыңда біз кола ішпей, киндер сюрприз жемей, кішкене экономдап, қағаз ақша түссе магазинге баруға болмай, Асханаға сабаққа болмайды. Солай біз жинадық. Ал пысма деп ашайық. Пысма десей. Жерге түспесін. Мы богаче, Давай, біреуің 1000 теңгелікті жинаңдар. Біреуің мені жинаңдар. 1002. Достар, біз бұл ақшаны кола, шемішке, чипсы, мармелад, шоколад алмай кішкене экономдап, солай жинадық. Көрімдіктің ақшалары да бар. Папамыздан жай сұрап алған ақшаларымыз да бар. Сөйтіп, Құдай өзі берекесін беріп, 500 мыңның басы құралды. Бұл ақшаны қалай жаратасың, не аласың деп сұраған қыздар инстаграмда өте көп болды. Бұл ақшаға біз кредит жабамыз. Кредит. Біз жер аламыз деп мамамның атынан кредит алғанбыз. Бүгін сәті түсіп тұр. Бізде енді целый 8 сотый жер бар. Ақшаның барлығын мынаның ішінде қатты домалақтап салудан қажет жоқ екен, санауға қиын болады екен. Қазір барлығын ашсам жиылып қалып жатыр. Сол үшін кітаппен бастырып қойып жатыр. Қазір өтектейміз. Достар, хит копилканы арнаған кезде коробканы үлкен қылу керек екен. Ақшаны барынша бірақ бүктеп болмаса 2-ақ бүктеп салған өте ыңғайлы екен. Мынау мен өте майдағы орадым ғой, содан ақшаның жазылуы, тік болуы қиын болды. Оны өтектеп шықтым. Менің барлық уақытымды осы өтекпен алып кетті ғой. Міне. Барлығын осылай кітаптардың арасына салып қойдым. Ақшаны алып, жүгіріп банкоматқа қарай бара жатырмын. Банкоматтың қасында түсірейін деп едім, ұялдым. Банкоматқа кеп тұрған адамдар өте көп болды. Сол себепті ұялдым. Құттықтай берсеңіздер болады. Мен кредитті жауап тастадым. Ендігі мақсат, ендігі арман үлкен етіп үй соғу. Армандар орындалады.